Biz Алматыга баратабыз. Бар жыл айтан ага чейин суу үстеле кыйратып өндүрүп алышыбыз керек биз. Азыр эле маяктан бир ЖКЛ деген бир коневозко өтүп кетип, ошол үмүттөр бар атат, туура эле келип туруп. Тайгазан көрдүм Алматыда, көрүп атам. Ал бизге Тайгазандын кандай эмес, сапаттуу эмес, принципиалдуу эмес. Бизге азыр могу эки элдин көкөрүчүлөрдүн арасындагы ынтымагы көбүрөөк маанилүү болуп турат. Одан бул жерде 2 метрден, дистанция 2 метрден гана кабууга уруксат. Ну-ка. Oysa көп газгон студенттер кыздардын күчүнө кирет. Достор, салам. Эламан, Эрбол. Биз Алматыга баратабыз. Буга чейин айтылгандай эле. Короче, акта деген жанагы өстөрдүн жаңы эрежеси менен ЖКЛ беле ошондой сыяктуу оюн болот экен. Биздикиден 2 команда бар атат. Көрүп келели деп атабыз эми. Азыр мыякта жолдон барат. Казакстанда Көкпар World деген Instagram страницасынын админи Аян деген бала да Бишкекте экен. Түндө келип туруп кайра эле бүгүн кетем дейт. Ала кетип эле мен дагы дейт. Ошону салабыз. Төртөөбүз кетебиз Алматыга. Кордай ашыбыздын үстү. Бияк. Биздин балыкчы окшош берет. Балыкчы менен кочкор окшош да, нон-стоп шамал. Биякта постоянно. Ошондуктан тигиндей ветровиктерди коюшкан. Типа шамалдан эме да, электричество өндүргөн. Вентилятор. Анан Кыргызстанга деле мындай койсо болот, бирок мен ойлойм мындай зарылчылык эле жок мындай. Шамалдан электр энергиясын өндүрүү. Бизде суу мол, Кудайга шүгүр. Биз даже ошо суубуздун гэстердин бир 10%-ын өндүрүп болушубуз керек. Дагы Нарын дарыясына канча деген гэс койсо болот, канча деген дагы мини гэстер салса болот башка демелерге деле, дарыяларыбызга. Ну ошо бирок балыкчыга, Шамал сайга ушундай койсо болот бизге делечи. По-моему, проекттерде бар болсо керек. Будущем, бирок бар жыл айтан ага чейин суу үстеле кыйратып өндүрүп алышыбыз керек биз. Geldik dostlar. Могу Казакстан мамлекеттик университет экен. Аль-Фараби атындагы. Тетак жагында болот дейт. Тетик жагында. Билбейм каягында. Короче, баратабыз. Азыр эле маяктан бир эмени жаштар ЖКЛ деген бир коневозко өтүп кетти. Ошол үмүттөр бар атат. Туура эле келип туруп иштеген.
Көрөбүз. Туура эле келдик болуш керек. Оюн башталарга да жарым саат калды. Ровно келдик го. Биз 1 саат, 1,5 саат эрте келебиз го дегенбиз. Жолдун баары пробка экен, воскресеньега карап. Келдик. Чак. Эки кыргыз блогер. Менен 3 кыргыз блогер, 1 казак блогер. О! Горячо. Ат көрдүм. Алматыдан да келди. Тайгадан көрдүм Алматыдан. Көрүп атам. Ой, ничего себе. Силого окшойт деген. Бак, воскресенье күндөрү мынча салап деп тиз салышкан э. Я. Ай, трибунада киши батпайт го. Я. Биз каягына атабыз эми. Атам го. Ошондо айтып коем, бул эмне по периметру полный солдаттар тиз салган. Ау, биздикилер да буларым бар. О, көзгө жылуу учурайт го я. Обнимается наш. Geldik dostlar. Ellerdi akırında koyup atat. Gökşiler çöp. Birlen Tayqazanды barıp surap keleli. Ellerdi. Almatıdan Tayqazan görüş. Biz üçün aybay эле жаңылык. Анын үстүнө кыргыздар менен казактардын ойношу. Азыр бизге Тайqazandын кандай эмес, сапаттуу эмес, принципиалдуу эмес. Бизге азыр могу эки элдин көп көрүүчүлөрдүн арасындагы ынтымагы көбүрөөк маанилүү болуп турат. Азырынча биринчи кадам мына ушундай. Кыргыз командасы, эки командасы аттар менен келип отурат. Токтотуп аттар. Кел. Токтотуп аттар жакшы. Ойноп атабыз. Жакшы. Ормайт. Көрсүш. Да, кичине чоңойтса болбойт. Ичи чөп мында. Чоңойтса болот. Иә. Кичине чоңойтса болбойт эми. Мактан секирсеңер ичине чип кетпесиңер. Бир чыгып кеткен. Ошондой айтам. Кана токтотуп көрсөң атты. Кет. Астар класс. Ани катуу эметет экен чөптөн бияктан катуу скорость ала албайсыңар го дейм э? Ала албайт экенсиңер э? Короче, футбольный полядан бүгүн эчтеке калбайт экен да. Ну-ка. Амитаңдар. Буга кошун ташылма жер дагы лай болуп, жагын жаап өткөндөн кичине моп каттырбай. Короче, бүгүн кандай болот? Бүгүн эң мыкты, эң команда утат экен да. Мен ошон үчүн алдым да. Себеби скорость болбойт экен. Жекеме-жеке деле круг кичинекей турбай. Ну эми көкпөрдүн эле кичинекей аналыгы экен. Мини футбол мындай айтканда. Круг кичинекей. Радиус канча? 2 метр го дейм. 1 2 3 ортосуна чейин 3 метр. Кичинекей окуп атат. Салам алейкум. Төрешілер мен правиланы түсіндіріп барып болады. Вот, стоять. Ойын қандай башталады, қандай болады? Ойын ана жерден басталады. Центрдан ба? 3 шығады. Жоқ, центрдан емес, арғы басынан. Қой береді. Олақ бұяқта болады. Олақ бұяқта болады. Одан бұл жерде 2 метрден, дистанция 2 метрден ғана қағуға рұқсат.
аттың тізгінін ұстап айландыруға болмайды. Бұрынғы сол көкпардың несі бәрі өзгерістігі жоқ. Бірақ сендерге келген кезде, қырғызға келген кезде 2 метр дистанциядан ғана қағу болады. Айырмашылық. Одан басқа айырмашылық жоқ. Жекпе-жектен кругтары да кішкене екен, ә? Иә, кішкене. Негізі полямда параметрлер қандай bu yoqda? 100-50. 150. Футбольный полянның параметрі. Бұл қандай мындай? Сілердің бекітілген стандарт па же поля чоң болса мұндан да чоңайып кетер? Жоқ, жастар көкпар лигасының стандарты сол. 100-50. 3-3, үшеуі поляда, біреу заминда. Біреу заминда. 5 минуттан ойнайды, ә? 5 минуттан түсті. Қанша қалыс болады ойында? 2 боковой, 1 главный судья. 2 боковой, 1 главный судья. 5 минуттан уақыт тоқтамайды, ә? Ошондо бияктан аутқа чыгып кетсе, ошондой эле да бияка жекеме-жекеге. Иә, мына жақтан шықсам, ортадан шықсам, ортадан. Арт шеттен шықсам. Ошондой да? Казанга секирип кире берсе болот. Иә. Казанга секирип кире берсе болот, ә? Дагы тиги казандын өзгөчөлүгү кандай? Ошондой. Мынау қауіпсіз қазан неден жасалған? Шөптен жасалған. Травмопасты емес. Бұл мындайша айтканда көкбөрүнүн мини футбол сыяктуу экен да. Азыраак киши. Азыраак киши, поля кичирээк. Ол поля Бияқта скорость деле катуу болбойт экен, э, мындайча айтканда. адам аз, 3-3, бирөө замин. По-моему, менимче урдуруу деле болбойт го бияқта, разгон деле ала албайт. Болуп кетеби? Тез ойын. Динамичный, э? Аха. Мелли анда. Жеребьевка болдубу? Болады ол қазір, жинап отырған. Кеттік, парад басталады, сапқа, жүр. Алап атыр кандай ишин? Команданын атын көкбөрү жыгып койнор. Силер кайнарсыңар. Кандай анан? Тренировка болгон жок. Бияқтанмы? Бияқтан қоғанда. Кылган жок шаар ошончо. Короче, келдиңер атты миндиңер. Көрөбүз да байқасын. Кандай болсо эле бет ол жуал эле келсеңер да болчу. Мынакей айтып аткан тай казаны кыскасы. Асты чөп. Астынан, короче, алып өскөн экен. Бирок жумшак экен. Жумшак экен, андан көп жок, бирок кичинекей. Мыяка сепсең арзанын чыгып кетчү экенсиң. Бирок жери аябай эле тайгак. Баттактын үстүндө ойноп аткандай эле экен. Чөп менен кошо. Биякта биринчи очередь футболисттердин пойласы жалко, карачы. Мындай кетти. Жок. Азыр бул дагы бир да жолу оюн болду эле азыр. Биринчи оюндан кийин эле мыяк такырып эчтеке калбагат болуш керек. Эртең кел футболисттер башын кармайт точно. Мында Казакстан, Кыргыздан бір тандаса, Казактан мысалы келеді, біреу бір тандаса, екеуі бірге бір ойнайды. Жанагы. Аттары қай команда екендері? Қайсы команда? Өзіңіз ба? Я выбираю пристроить. Ачыр. Барына көрсін. Сендер аттарың келеді. Сзади. Атты. Два. Алып. Біз бізден бір ойнайды. Бұлар білмейін. Біз Бекназарлармен ойнаймыз да. Жұмалар анда. Жұмалар Макоштармен ойнаймыз. Теперь правильно. Биринчи ойын кимдики болот? Нұрбала. Я, биринчи ойын кимдики? Бир жакшы жери негизи Казакстандын түз сонунда Москвага студенттерди любой жерге алып койсо болот да. Мына воскресенье күнү толтуруп коюшту. Болбосо көкбөрүдө мынча кыздарды көрө албайсың да. Студенттер көрөт. Жастар көкпар лигасының бірнеше дүркін чемпионы және екінші төреші Ардақ Мырзабаев.
Қазақстан Республикасы көкпардан, аударыспақтан спорт шебері және чемпионы және Үсен Бархан қадірліғай. Құрметті енді көкпарға ортадағы алаңға кезек берейік. Жекпе-жегінде Астарқұл жеңіске жетті. Астарқұл мінекей кетті жекедірі. Астарқұл палуан не істейді қазандықтың түбінде? Сайлау бек асылдың жоқ. Мінекей Астарқұл қайтадан мінекей елді тақымына басты. Астарқұлды жібермеу керек деп мінекей асығып бара жатқан палуандар. Астарқұл астарлап келе жатқан сыңайлы қазандықтың түбіндегі жақта. Sen büyüdün göreket, sen neге büyütmedin деп. Uçaktan hava kaldı biraz çıkar. Siz қаяқтан келдіңіз? Иә, қоттыңыз. Қаяқтан келдіңіз? Бишкектен. Бирок Алматыда турам. Алматыда тұрасыз. Ушул ойынды көйөр берейин деп келдим. Атайын Бишкектен келді ме? Жоқ, Алматыда турам. Алматыда Бирок өзүм Кыргызстанмын. Қайерден? Нарын. Нарындан ба? Шынара бөлдім даусын. Алан, келдіңіз. Башқа балаларда Шотты көріп ал, сүйініп атам. Астандай қиынның матчыкен ей. Астарқұлы? Айба қиын бала екен. Молодец. Сүйініп адам ба, сүйініп адам. Азыр Нұрбайкен жата, ашық ойынды кетіп атам. Нұрбайкен жата, орталау айтады. Нұрбайкеннің фанатымын негізі. Атың кім? Айбек. Қазақстанның қыздарын түсіне кірмей болмақ жерде. Қандайсыздар, сіздер Алматыда тұрасыздар ма? Атайын келді. Қырғызстан келеді дегеннен біраз ойындар көтерілді. Толқыннан атқару команда жып атқанда. Жоқ, Қырғызстан жеңеді деген ойда болдық. Башталышында да. Себебі балдар айттым ол жерде дәрден отқанда. Ешқандай хаватыр болмау, ұтамыз деген сөз айтышқан. Kimler? Sizler ikisine başında ikisine толқыннан атқару? Жоқ, толқындағанда әлі жоқпыз. Жеңеді деп оттық. Азыр кімді белгілейсіздер? Қайсы ойыншы өзгөчөлөрүн отыр? Исламға, конечно, Астарқұл, Астарқұл бұл Алматыдан келіп жаңы көрермандар тауып кетті оқшайды бүгін, Бұйырса көп Казгун студенттер қыздарын түсіне кіреді. Құдай білсе, екінші командаға қағандай үміт. Екінші командаға аттары кетпеген ұқсайды. Бирок бұл жақсы деп Алматыда тайғазан ойын болып атқан эми.
ушул Турцияда өткөн оюнда ушундай болсо жакшы болмок да негизи. Буюрса барат элек. Alkış bildiremiz kadınlara. Және демеушілігін аямай, жастарға сіздерге қолдау көрсеткен Спорт туризм академиясының ректорына Тәжікстан, Ауғанстан бүткіл елді мекені қатысатын болады. Әлемдік көкпарды да тамашалайтын болады. Бұл қазіріміздің Қазақ ұлттық әл-фараби құрама командасы шығады ағайын. Қырғыз-қазақтың арасында келе жатқан өте қарқынды дамып келе жатқан көкпар ғой. Бұл түркі әлеміне ортақ қадірлі ағайын. Бұл Нурбол аға, кыргыз улакчылар тууралуу кандай ой пикирде калдыңыз? Кыргыз улакчылары адема шоу зрелищный оюн көрсөтүп атыр. Мактапайбыз, анын ичинде атактуу палвандар бар. Мурда таанитын өзүбүз Нурманбет Кочкеев сыяктуу. Негизи эле баягы ЖКЛдын бүгүн менче дагы бир ступенька өйдө көтөрүлдүңүздөр окшойт да. Әрине, өйткені бұл былай айтса Азия деп атыр мысалға. Бұл әлемдік дәреже деп айтсақ болады, себебі бұл осы командалық спорт бұл қырғыз-қазақпен ғана қызық, әдемі. Кудай буйрса Кыргызстанга чакырса келесиздер. Құдай бұйыртса, жоспарымыз бар. Сіздер да көп чакырттыңыздар эми. Карым-катыш кылып, чогуу ойноп тура. Рахмат сизге, ишиңизге ийгилик. Эки элдин ортосунда ушундай оюн спорт боло берсин, ынтымак күчөйө берсин. Жакшы оюн көргөзүп болдуңдар, Жақсы ой. Койдун боундай чачырбай, уйдун боундай бир болгула. Силерге де айтып қой, Төрөж уақытты біткенін айтағайын. Қазақстандагы биздин күйөрмандар, кыргыз мекендештер ачык болуп калбасын деп, суусап калбасын деп биздин улакчыларга чакан туткан сууларын көтөрүп баратат.
Кыргыз командасы тууралуу эмне айта аласыз байке? Кыргыз командасына ризамыз. Казакстанга келип, мына Алматынын төрүндө Казгудун студенттер сарайының да жакшы өнөр көрсөттү. Ризамын нагачыларыма, жасай берсин нагачыларым. Көкбөрүүчүлөр кандай экен? Жакшы, деңгээи жакшы. Ана жаңа бир жигит 1 минутка чыгарып жибербеди оюндан. Бул энди дурус болмаган сыяктуу менин оюмча. Менче баягы кичине групп ойногон үчүн. Енді группа ойнаған Ереже бойынша сонда да кішкене жақтан қателік кетті ма деп ойлаймын. Биз да сиздерге ыраазыбыз. Аман болуңуздар, бақытты болуңуздар. Менимче ал жактан биздин оюнчу деле мындай капа болгон жок. Ошо эреже бузган мойнуна алып чыгып кетти да. Макул, Марат байке атыңыз, э? Иә, Марат ага. Вот так. Жеңіске жеткен қырғыз бауырлар арасында жеңгені міне бір-бірін құттықтап қол алысып жатыр. Жігіттер алаңда қалсын, алаңдағы нәрсе алаңның сыртына шыққаннан кейін қайтадан қол алысып өздерің қалайсыңдар деп төс қағыстырып қол алысып жатады. Бұл нағыз жігіттер додасы. Күнтуған, ат мықты екен. Жақсы аға. Өзің де мықты екенсің. Рахмет. Моңоларга действительно сүйүнө түшсө болот. Силер эмне? Интрига жок болуп калды силерде. Кичине туздап мынтип ойнош керек. Арта салсалы. Молодцы. Эмне аттар отуруп калган? Ой. Молодцы, бирок жакшы. Балбандар. Ата-бабанын дәстүрүн ойнап келген жұлдыздардың тамашалай. Ал керемет біреу Күнтуған, қырғыз улакчылары тууралуу эмне деп айта аласың? Мощный қырғыздар. Қырғыздар алға, қазақ қырғыз бір туған. Біз жеңілгеніміз өші өкінбейміз. Бір туған бәрі. Жеңіс тілеймін, олан әлем чемпион болсын. Беку, сенің атаңдаш туралы эмне деп айта аласың? Атаңдаштар туралы аябай мүштікен. Жақсы ойын болды. Күнтуған атычы, жекеме-жекеде ойнатпадыбы? Жеке аты күштікен, мықтыкен, өзі де мықты бола екен. Тегіз жаққа жеңіп алды. Қоласы бой. Күнтуған, біздің
Лигаға келбейсізбі? Құдай қаласа. Шақырса келесіз бе? Шақырса барам. Келесіз, Құдай бұйырса. Құдай қаласа. Жақсы. Балдар зурайын деп тұршы да барсам. Рахмет, қорек. Красавчик. Ташы беріп ал. Молодцы. Жақсы. Алыч. Эмне, елім бар бір сыра дөйліктіріп. Аттар қақта тап келесіздер? Бияқтен аттар ой. Бияқтан аты ба? Қолдан кеші жөнедіңер оқшы. Намыс деп жантылаштық. Соғып тұр, бұйырып тұр. Финалды тағдыры шешіліп қалды оқшы еді. Қанша да ұтылсақ тағы еш орайды қодайым. Осы өз көлі ұтыласты. Не айта аласың әмі тайқазаны туралы қандай екен? Тайқазандар жақсы екен, біраз кішірек екен да. Кішірек. Қауіпті емес екен, жақсы екен. Ұтылсан көп. Қорқойлы құлатты мәне атты барып сүзіп аттыңар. Аттар сүзілсөйді мындай біздікіндей шұмкын шықпайды екен да. Ойын таласы біраз емер екен. Кішірек екен да, кіші чоңырақ қылып. Бұл ЖКЛден бізге мысал үшін жақсы спорттың ба, жақсы жерлерін аш керек те. ЖКЛден не сабақ алсақ болады екен да, бұлар не бізге берчиді екен? Правила бүтле біздікінде екен, ошо эле правила. Қазандар эле бираз башкача болсо, анан ойын таласычы. А так бүтле биздин ошо эле биздин правила. Аму эмеси мага лично жакты, жанакы убактысын таладан чыгып кеткенде токтотуп Ошо эң туура нерсе экен да булардыкы. Ошонусу жакшы экен. Менимче ушул эмесин Бизге да ушундай кылса жакшы болот да. Берде убакыт текке кетпейт экен да. Чоймой деген жок. Бир убакыт сыртка чыгып кетсе, убакыт чоюлуп, ошондон команданын тагдыры чечилип калатпайбы? Берден 1 секунд 1 минут көп нерсени чечип коет да. 20 секунд голдор салынып кетип атпайбы? Ошондой бизге да ушу убакыттын нересин алып кетсе. Мындай 5 минут дегенмен мен байкасам 12 минуттан 15 минутка чейин бир тайм болот экен да. 5 минут, таза 5 минут болот да. Таза 5 минут. Ошо. Бизде 20 минут дейт, таза 20 минут болбой кетти, жарым саат болуп кетти, бир тайм жарым саат болуп кетти, аут саат менен чыгат. 1-2 минут убак алып ап келип кеткенге келет да. Негизи ушуну апробациялап өзгө киришиш керек экен. Убакытын алып, жок, правила эме экен, анан аттар бираз 4 ат болуп эмерек болуп калат экен да кичине. Чарчап жок да эми мындай 6 ат кылганда 3-3төн замен кылыпчы. Ошондо жакшы болмок экен да. Берде 4 ат бир замен болуп эме болуп калат. Кеттигем туугандар. Рубрика Какана ес. Кайра кеттигем. Алматыдан Кыргызда ким номер 1 улакчы? Сурап ташталды. Туган. Сурап жүрөм. Кыргызстанда сиздин оюңузча. Бияктабы вообще эле Кыргызстанда көп көрүп жүрөсүз да. Ким номер 1 улакчы дейсиз? Конечно, Манас. Манас Ниязов. Чоң рахмат, болду. Кімді таним? Манас. Манасты. Сиз таанысызбы? Жок, тааныбайсыз. Кыргызстанда ким номер 1 улакчы сиздин оюңузча? Манас Ниязов. Манас Ниязов. Сиз кимди айтасыз? Кыргызстанда ким номер 1 улакчы? Кыргызстанда ма? Bilmiyorum. Манас Ниязов. Манас Ниязов. Манас Ниязов. Биринчи орун. Сиз көрөсүзбү? Ким сиздин оюңузча номер 1 улакчы Кыргызстанда? Манас Ниязов. Манас Ниязов. Сиз кимди ойлойсуз? Билбейм. Майрамбек таанысызбы? Естімі? Танимын. Аймақ командасы мен достық командасы. Билесизби? Жакшы. Сарыөзөн. Сарыөзөн. 3-чү команда. 3-чү команда. 3 командаға жанкүйер. Биз Кулагер менен Олиятаны жакшы тааныбыз. Олият эле экинчи? Номер 1-дер, Постоянно финалдашылык. Кыргызстанда ким номер 1 улакчы дейсиз? Назар Аматов. Енді біздің сол білетін Манас Ниязов. Манас Ниязов. Сиздин оюңузчачы? Менің ойымша, енді көзге көрініп жүрген, барлық жерде жүрген соң Манас Ниязовты танимыз. Кыргызстандык мекендештер Алматыда. Кыргызстанда ким номер 1 улакчы деп ойлойсуз? Любой айырмасы жок. Высшийбы, төмөнбү, кошнайылбы, айырмасы жок. Манас Ниязов биринчи Деп ойлойсуз. Экинчиси Кубантай. Кубантай дейсиз. Мен Кубантай деп ойлойм го. Биринчи орунда. Елден ардайы балуандар келіп жатыр. Артта
артқа қарасаң, артқа қарасаң. Çok kalganda okuyma. Суу Самыр. Болбосо Алматыда жүрөбүз. Биягы Бишкек. Биягы Сокулук. Болбосо Кыргызстан. Мына эки жерден кармап силкин чыгып. Саламат байке. Жалпы казактардын арасынан сиз эле кыргыз командасына күйөт окшойсуз. Солай сияқты. Жакшыбы? Жақсы. Молодцы, балалар жақсы ойнады. Жақсы өнерлерін көрсетті екі командада. Не айтамыз деген, бұларға тек қана денсаулықта болсын, осындай ойындарға келіп, көрсетіп, бізді қуантып жүре берсін. Рахмет, чоң рахмет. Таке. Тайгазан кандай экен? Мощный екен. Мощный экен, жакты. Коркпой эле бар эле Сайлооттор атынан. Жакшы, жакшы. Жакшы ат менен келишиңер керек экен, эми максат. Final. Bizdiki men, bizdiki. Балдарым, жігіттерім, ұмытпағыла, біздің ұрпақтарымыз. Қаяқтан қайсы емеден келдік бізше. Көчөкү күн қандай оор болды. Біз бұйырса уже тарихқа қалдық. Бұл біздің сілердің ойыныңарда, сілердің күнім. Аман есен жақсы ойын көрсетіп қала, Қырғызстанымыз тынччылыкта болсын, ачарчылык болбосун, топчулукта бололу, ынтымакта бололу, биримдикте бололу. Келгиле Кыргыз менен казак эч качан бөлүнбөсүн. Бир тууганбыз, Амин. Bölüşüp жатқан сияқтымыз Қырғыз қазақта Биздикилер эсеп 8-3. Трибунада жанагы сулуу кыздардын баары кетти. Жалаң улак сүйгөн эркектер эле калды. Кыздардын баары кетишти. Эркектерге баары кызык. Мына бүгүнкү оюн жеке мага жакты абданчы. Финалга баягы биз 12-жылы Чымкентке международный турнирге Асанбай Аскаровдун турнирине барганда казак туугандар айткан жылама казак жылама эки кыргыз финалда депчи. Бүгүн 19 жыл кайта кайталанды да. Туугандар жүргүлө эми награждение. Биздикилер 1-орунду, 2-орунду алышты. Жүргөрөл миллион теңге деп атат го. Чынмы калппы 1-орунга. Где-то бир 150-170 миң сомдун тегереги. Чоң да бул, чоң байгада. 4 команда үчүн. Эгер ошондой болсо. Жақсылап марапаттайық. Кішкене ешкімде батып бара жатқаны әр азаматтың әр уақытта алтын ғой. Марапаттар рәсім. 150 мың теңге жігіттер. 150 Ақылдасып чай ғой сендер үшін. Келесі көкпар не істейміз дейтін 150 мың теңге ғой. Бір чайлық. 150 миң теңге. Екінші орыншы облысы Көкбөрі құрама командасы Жастар Көкбөр лигасының қадірлі қонақтары 250 мың теңге және Жастар Көкбөр лигасының арнайы жазылуымен қоржын тіктірген болатынбыз. Елдеріңізге ала жүріңіздер. Бірінші орын. Екінші орын 250 мың теңге қадірлі ағайын. Көкбөрі құрама командасы. Құттықтаймыз. Қадірлі ағайын, бірінші орын 1 миллион теңге Қырғызстан, Бишкек, Қайран командасы. Жастар Көкбөр лигасы қадірлі қонақтары, тәжірибе алмасу, арадағы
Достық, арадағы ынтымақ, бірлік көкпары, Жастар көкпар лигасының ұйымдастыруы бойынша қадірлі әлі талай Қазақстан чемпионатында, әлі талай әлем чемпионатында, Азияда көшпенділерде кездескенше сау саламатты жақсылықта қуанышта жолығайық. Oldu tuğanlar mınake. Алматыдан дагы жеңишмен кайтып келип атабыз. Буга чейин Москвадан кайтканбыз. Биздин балдар биринчи, экинчи орунду алышты. 250 000 теңге, миллион теңге. Кайрадан эми өзүбүздүн жерибизден аман эсен жолукканча саламатта турла. Жашасын көкпөрү.